Сәлем достар, сіздермен бірге мен Нұрмат Қымбат. Бүгін біз сөйлем мүшелерімен танысатын боламыз. Біздің сабақ жоспарымыз бүгін не үйренеміз? Сөйлем мүшесі дегеніміз не? Бастауыш пен баяндауыш, толықтауыштың түрлері, анықтауыш пен пысықтауышты қайталаймыз және тапсырмалар үлгісін орындайтын боламыз. Бірінші, сөйлем және сөйлем мүшелері. Сөйлем дегеніміз аяқталған ойды білдіретін сөздің тізбегі, интонациямен айтылады, жазғанда бас әріптен басталып, соңында тыныс белгісі қойылады. Сөйлемдегі әр сөз белгілі бір сұраққа жауап беріп, сөйлем мүшесі бола алады. Сөйлем мүшелері сөйлем ішіндегі жеке сөздер не тіркестер белгілі бір сұраққа жауап береді, басы және тұрлаусыз мүшелерге бөлінеді. Басты және тұрлаусыз мүшелер. Басты сөйлем мүшелері бастауыш пен баяндауыш сөйлемнің негізін құрайды. Негізгі ой осы екеуі арқылы беріледі. Тұрлаусыз сөйлем мүшелері толықтауыш, анықтауыш, пысықтауыш. Бұлар ойды дәлелдейді, толықтырады, басты мүшелерге бағынышты болып келеді. Маңызды сөйлем құрылысын түсінуге көмектеседі, сөздердің байланысын анық көрсетеді, дұрыс сөйлеу және жазуды қалыптастырады. Бастауыш ол кім, не, кімдер, нелер деген сұрақтарға жауап береді. Сөйлемде айтылған ойдың иесін білдіреді. Зат есім, есімдік, сын есім, сан есім, тұл жетістік арқылы жасалуы мүмкін. Көбіне сөйлем басында тұрады, бірақ әрқашан емес. Оқушылар кітап оқыды. Оқушылар кімдер кітап оқыды? Оқушылар, яғни бұл жерде бастауыш болып келеді. Жалпы немесе жеке ұғымды да білдіреді. Жіктік жалғаулары баяндауышқа жақ-жағынан сәйкес келеді. Келесі бізде баяндауыш, ол не істеді, не қылды, қандай, қайда деген сұрақтарға жауап береді. Бастауыштың қимыл іс-әрекеттің күйін белгісін білдіреді. Көбіне етістік арқылы жасалады. Жіктік жалғауын қабылдап, жақ, шақ, рай жағынан түрленеді. Оқушылар кітап оқыды. Оқыды, не істеді, оқыды, яғни бұл баяндауыш болып келеді. Ауа райы жылы. Жылы қандай, жылы. Сөйлем соңында жиі орналасады. Яғни сөйлемнің соңында ең соңғы сөзі, если ол бір мағынасы болатын болса, значит, ол біз баяндауыш деп есептейміз. Келесі бізде толықтауыш. Толықтауыш дегеніміз ол бастауыш пен баяндауыштың білдірген іс-әрекеті толықтырады. Көбіне зат есім, есімдік, есімше түрінен жасалады. Септік жалғаулар арқылы жасалады. Кімді, нені деген сұрақтарға жауап береді. Барыс, табыс септіктерінде келеді. Мысалы, мен кітапты оқыдым. Нені оқыдым? Кітапты оқыдым. Жанама толықтауыш деп тағы бір екінші түрі бар. Яғни бұл негізі тура толықтауыш және жанама толықтауыш деп бөлінеді. Жанама толықтауыш дегеніміз ол кімге, неге, кімде, неде, тағы да басқа сұрақтарға жауап береді. Барыс, жатыс, шығыс көмектес септіктерінде келеді. Мысалы, әжеге көмектестім. Кімге көмектестім? Әжеге көмектестім. Келесі бізде ол анықтауыш. Анықтауыш заттың түрлі белгісін білдіретін сөйлем мүшесі. Қандай, қай, қанша, неше, қайттың деген сұрақтарға жауап береді. Көбіне зат есімнің алдында тұрады. Оның түрлері сапалы анықтауыш, ол сын есім, есімшемен құралады, ал сандық анықтауыш ол сан есімнен тұрады. Меншікті анықтауыш ол ілік септік сөздерден тұрады. Мысалы, жасыл ағаш тербелді. Қандай ағаш тербелді? Жасыл ағаш. 3 бала ойнап жүр. Неше бала ойнап жүр? 3 бала. Айнұрдың кітабы жоғалды. Кімнің кітабы жоғалды? Яғни Айнұрдың кітабы жоғалды. Келесі ол бізде пысықтауыш, қимылдың әртүрлі жағдайын білдіреді. Орындалу мезгілін, орнын, себебін, мақсатын білдіреді. Қашан, қайда, қалай, неліктен, не үшін деген сұрақтарға жауап береді. Көбіне істеу, есімше, көсемше арқылы жасалады. Негізгі түрлері мезгіл пысықтауыш, ол қашан деген сұраққа жауап береді. Мекен пысықтауыш, қайда, қайдан, қай жерде деген сұрақтар жауап береді. Себеп, мақсат, амал пысықтауыштар бар. Мысалдар, бүгін ерте келді. Қашан ерте, қалай келді. Бүгін мектепте кездесті. Қайда кездесті? Мектепте кездесті. Оқу үшін келді. Не үшін келді? Оқу үшін келді. Бізде келесі ол сөйлем мүшелерін ажырату қадамдары. Қалған сөздерге сұрақ қойып, олардың толықтауыш, анықтауыш, пысықтауыш екенін белгілеңіз дедік. Алдымен баяндаушты табу керек. Яғни ең бірінші біз баяндаушы табамыз. Не істеді, не қылды, қандай деген сұрақтарға жауап береді. Сөздердің септік, жұрнақ жалғауларына қарап түрін нақтылауға болады. Яғни жаңағыдай, мысалы, анықтауыш ол ілік септігімен жүреді деген сияқты. Баяндауыштан кім не деген сұрақ арқылы ең бірінші біз баяндаушты табамыз, сол арқылы бастаушты табатын боламыз. Сөйлем құрылымын тексеріп, артық не жетпейтін мүшенің бар жоғын анықтаймыз. Келесі ол жиі қойылатын сұрақтар. Бастауыш пен толықтауышты қалай шатастырмауға болады? Алдымен баяндауышты табамыз, содан кейін кім не деп сұрақ қойып бастауышты анықтап аламыз. Қалған заттық
мәнді мүшелер тоқтауыш болуы мүмкін. Әр сөйлемде барлық сөйлем мүшелері болуы міндетті ме? Жоқ, кейбір сөйлемдерде негізі анықтауыш, пысықтауыш болмауы мүмкін, бірақ баяндауыш пен бастауыш міндетті түрде болады. Кей кезде бастауыш ол жасырын түрде де келуі мүмкін. Бір сөзбен бірден бірнеше сөйлем мүшесі бола ала ма? Берілген бір сөйлем ішінде бір сөз әдетте бір ғана сөйлем мүшесінің қызмет атқарады, басқа сөйлемдерде оның қызметі өзгермеуі мүмкін. Сонымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.